Ақтоты Болатқызы маған сұхбатты 14 сәуір күні берді. Ал ертесі күні өзі уәде еткендей халықпен кездесу керек болған. Уақытын нақтылау үшін келіншекке СМС хабарлама жаздым. Ақтоты, сәлем, жиналыстан хабар жоқ па? Саламатсыз ба? Уақытын айтамын деген Ақтотыдан сол күні мүлдем хабар болмады. Ертесі күні қайтадан СМС жазуға мәжбүр болдым. Ақтоты, сәлем, қаншада қайда болады халықпен жиналыс? Саламатсыз ба? Апта соңы хабарын береміз. Аптаның соңына дейін күттік. Күткен жалғыз мен емес, күллі ел. Ақтоты маған хабарласпаса да, зәбір көрген халыққа бір ауыз түсіндірген шығар деп, қажылыққа шалмай қалған Зарина есімді келіншекке қоңырау шалдым. Таяуда Ақтоты Дүйсеева сіздермен кездесем деп уәде берген еді, сол уәдесін орындады ма? Жоқ, орындамады. Мен өзім де хабарласып көрдім қайта-қайта. Алматыда күтіп Қызылордаға қайтып кеттім. Күте-күте шаршаған ел Ақтотының үстінен арыз жазып, ауыл аймақтарына кете барған. Ал мен Ақтотының қоңырауын күтіп жүргенде маған мұқтаждарға арналған 10 баспананың қазіргі иесі қырғыз азаматы хабарласып, былай деп мәлімдеме жасады. Ол үйді сіз кімнен сатып алдыңыз? Хозяиннан сатып аламын. Хозяйны кім еді? Кім еді? Атын айтсаңыз. Ақтоты деген. Ақтотыдан сатып алдыңыз ба? Ильястан сатып алдыңыз ба? Ақтотыдан, хозяин Ақтоты ғой? Иә. Ақтоты сатты ма сізге? Иә. Мен документті қараймын ғой, документті Ақтоты тұрады, мен Ақтотыдан сатып алдым ғой. Марсбектің сөзіне сенсек, Кемертоғандағы үй Ақтотының атында болған. Демек, Ақтотының рұқсатынсыз ол үйді ешкім саудаға сала алмайды. Ал 14 сәуір сұхбат берген Ақтоты үйдің сатылып кеткенін аяқ асты естідім дегендей ой айтқан еді. Ол жердің уже сатылып кеткенін де естідім. Қашан естідіңіз? Кімнен естідіңіз? Так. Осындай деп примерно айтылған жоқ ешқандай жерде. Бірақ та естисің ғой, қалай болып жатыр деген сияқты сұрақтарды. Бұдан шығатын түйін, Ақтоты Болатқызы мен Ильяс Сариев мұқтаждарға арналған баспананы бірлесіп сатуы мүмкін. Қолда бар мәліметтерді құзырлы органға тапсыру үшін мен Ақтотының ісімен айналысып жатқан тергеушіге хабарластым. Нұрдәулет, ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Бұл журналист Руслан Өтепбай. Сіздің дауысыңыз жазылып жатыр, ескертемін. Сіз тергеушісіз ғой? Иә. Ақтоты Дүйсееваның ісін сіз тергеп жатсыз ба? Иә, менде. Ісі қазір қалай жүріп жатыр, соны білейін деп едім. Сіз Руслан Өтепбай, бұл іс бойынша кім болып келесіз? Мен құқықтық негізде ешкім емес, мен халықтың несін мұң-мұқтажын көтеріп жүрмін. Одан кейін менде тағы да бір... Руслан мырза, мен сізді танимын, бірақ іс бойынша мен сізге ешқандай ақпарат бере алмаймын. Бұның заңды өкілі жетсайысы болмаса, адвокаты болса, мен сол кісіне бере аласыз. Жақсы, онда түсініп тұр мен сіздің жұмысыңызға, бірақ менде мынандай ақпарат бар. Соны мен журналист ретінде сізге айта аламын ғой? Сол іске қатысты. Қараңыз, 2022 жылы жаз айында елге көмек қоры Кемертоған, Қарасай ауданында Алматы облысы 10 адамға арналған, 10 мұқтаж жанға арналған үй салады. Ол үйді елге көмек қайырымдылық қорының ақшасын салады. Ақтоты Дүйсеева. Оны Ильяс бар, басқа жігіттер жарнамалайды да халықтан сбор жинайды. Сол жиналған сборға үй салады. Және 10 адамға үйдің кілтін береді, сертификатын. Оның барлығының видео дәлелі бар. Енді ол үйді сатып жібергені белгілі болды. Кімнің, сол Ақтотының ба? Иә, қараңыз, ол үйді негізі үй Ақтотының атында екен. Оны мен дәл қазір біліп отырмын. Үйді сатып алған адам бар ғой қазіргі иесі. Үйдің қазіргі иесі Мансбек деген жігіт қырғыз азаматы. Сол қырғыз азаматы Ақтоты Дүйсееваның атынан өзінің атына аударған. Оны мен дәл қазір біліп отырмын. Маған оның дәлелдейтінде менде факт бар. Жаңағы қырғыз азаматымен мен сізді байланыстыра аламын. Менің ол кісінің аудио қоңырауы бар маған жазылған. Ол кісі де қарсы емес. Енді қараңыз, мен Ақтотыдан сұхбат алдым дүйсенбі күні. Дүйсенбі айтқан, мен ол үйдің сатылып кеткенінен хабардармын, бірақ оны сатқан Ильяс деді маған. Енді мен 4 күннен кейін біліп отырмын Ақтотының үй атында болғанын. Ол жерде 10 адамның несі бар, үйі бар. Және бүкіл қазақ елі сбор жинап ақша берген.
Ол да алаяқтық бабына тіркелу керек. Егер қаласаңыз, мен сол 10 адамды сізге алып келе аламын, олар өздері арыз жазу үшін. Бұл іс бойынша